қазақ тілін бастайық. Сабақтың тақырыбы зат есім, сабақтың мақсаты мәтін түрлерін салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайсың. Тақырыбы мен кесте бойынша мәтін мазмұнын болжайсың. Балалар, зат есім. Бірінші суретке қараңдаршы. Қандай сұрақ қоямыз? Әже, қандай сұрақ қоямыз? Кім? Мынау балалар деген қандай сұрақ қоямыз балаларға? Кімдер, дұрыс айтасыңдар. Келесі оң жақтағы суретке қараймыз. Ағаш. Не ағаш? Кітаптар. Нелер? Кітаптар. Жақсы, олай болса. Қайталайық. Кім? Әже. Кімдер? Балалар. Не? Ағаш. Нелер? Кітаптар. Заттың атын білдіретін кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады екен. Енді 11-ші жаттығуға қарайық. Кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Содан соң мәтінді тыңдап, болжамыңды салыстыр дейді. Құмырсқа, балалар, мына ортадағы тұрған құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанда 200-дей түрі бар екен. Ең көне жәндік 25 миллион жыл бұрын пайда болған дейді. Жәндіктердің сирек түрі адам секілді көшіп қонады. Енді мәтінді тыңдайық. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздың ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтті-ақ жетіп келеді. Екі мәтінде балалар не туралы екен? Құмырсқа туралы екен. Құмырсқа деген сөзге қандай сұрақ қойылады? Не құмырсқа, нелер, құмырсқалар. Бұл зат есім екен. Мәтіннен жекеше көпше түрдегі зат есімдерді тап дейді. Мәтіннен жекеше көпше түрдегі зат есімдерді табайық. Құмырсқа жекеше зат есім, жекеше түрдегі зат есім құмырсқа. Ал құмырсқалар дегеніміз көпше түрдегі зат есім екен. Тағы қандай зат есімдер бар? Жәндіктер. Нелер? Жәндіктер. Көпше түрдегі зат есім екен. Тағы жер. Жекеше түрдегі зат есім. Адам. Жекеше түрдегі зат есім. Шекара. Жекеше түрдегі зат есім. Ал шекарашылар көпше түрдегі зат есім екен. Ал енді балалар, дәптерлеріңді ашып 11-ші жаттығуды жазбаша орындайық. Дерек көздерден құмырсқа туралы мәлімет тауып дәптеріңе жаз дейді. Құмырсқа жай ғана жәндік емес. Бірінші, құмырсқа жай ғана жәндік емес. Қалған екінші, үшінші, төртінші, бесінші құмырсқа туралы мәтіннен немесе дерек көздерден тауып жазамыз.
Қане. Құмырсқа туралы тағы қандай мәлімет білдік? Мәтіннен қараймыз. Тағы не білдік, балалар? Жақсы, олай болса, тексерейік. Құмырсқа жай ғана жәндік емес, ең көп кездесетін жәндік екен. Жәндіктердің сирек кездесетін түрі екен, ең көне жәндік екен, және құмырсқаларда адам секілді екен. Жақсы, олай болса, 12-ші жаттығу. Қане балалар, кім жылдам ойынын ойнайық? 1 минутта қар ұлпаларын өз бұлттарына апар дейді. Жалқы есім, жалпы есім. Зат есімнің балалар біз жалқы есім және жалпы есім болып бөлінетінін білеміз. Ал енді мынау қар ұлпа жақтарында, ұлпаларында балалар қараңдаршы, бірнеше сөздер тұр. Жайық, жаңбыр, биші, өлке, бішкек, құт жол, бала деген сөздерді жалқы есім болса жалқы есімнің астына, жалпы есім болса жалпы есімнің астына жазуымыз керек. Қане, кім жылдам орындайды? Олай болса тексерейік. Жалқы есім жайық, бішкек, құт жол. Жалпы есім жаңбыр, биші, өлке, бала екен. Балалар қайсысы көп? Жалпы есім көп екен. Неге жалқы есім, неге жалпы есім? Ал енді ережені есімізге түсірейік. Жалқы есім дегеніміз не еді? Жалпы есім дегеніміз не еді? Неге жайық, бішкек, құт жол? Қандай ереже? Есімізге түсті ме? Жер су аттары, адам аттары және жан жануарларға қойылған аттар бас әріппен жазылады және жалқы есім болады екен. Ал қалған осы жалқы есімнен басқа қалған сөздердің барлығы жалпы есім болады және олар кіші әріппен жазылады. Ережені есімізге түсірдік, Олай болса, келесі 13-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырып айт дейді. Бізде кестемізде жалқы есім, жалпы есім, көпше түрдегі зат есімдер, жекеше түрдегі зат есімдер тұр. Ал енді мәтінді тыңдайық. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, мойын құм, қара құм, қызыл құм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жер үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы, құмның сыбдыры. Құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар. Ал балалар осының ішіндегі зат есімдерді осы 4 бағанға топтастыруымыз керек. Қане, бетпақ дала, мойын құм, қара құм, қызыл құм дегендер қайсыған жазылады балалар? Қандай есім еді ол? Жалқы есім. Неге? Өйткені жердің аты балалар, бетпақ дала, мойын құм, қара құм, қызыл құм деген жердің аты екен. Қалған жалпы есімге шөл, дала, тас, қалалар деген жатады, Қалаларды біз көпше түріндегі зат есімге жазады екенбіз. Көпше түріндегі зат есімдерге қалалар, сарайлар, келесі жекеше түрдегі зат есіміміз құм, шөл, жақсы балалар.
Таптық па? Ал келесі жаттығуды балалар, 14-ші жаттығуды үйден орындаймыз. Мәтінді көшіріп жаз. Мәтін не туралы? Зат есімдерді тап. Мәтінді зат есімдерсіз оқып көр, сонда мәтін мазмұны түсінікті бола ма дейді. Алдымен көшіріп жазамыз. Зат есімдердің астын сызамыз және сұрақ қоямыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.